Ескерту. Бұл бейнематериалды жүйкесі жұқарған шенеуніктер, талма ауруына, депрессия дертіне шалдыққан әкім қаралардың қарамағаны дұрыс. Видеода келтірілген деректер шенділердің жынына тиюі мүмкін. Дача – таза ресейлік ұғым. Бөлінген немесе берілген деген мағынаны білдіреді. 18 ғасырда орыс кінәздері жалшыларына яки малай орыс мұжықтарына пайдалануға алақандай жер бөліп берген. Сол жерге олар тауық қорадай там соғып, бау-бақша отырғызып күн көрген. Бау-бақшаға деп 600 немесе 1000 шаршы метр жерден ғана берілетін сол кезде. Кедей кепшікке сол да жарап тұр. Орыс империясы құлап, орнына Кеңес империясы орнайды. Ақ жүйе қызыл жүйеге айналғанымен, орыс империализмі өзгерген жоқ. Қара халыққа олар сол беті жалшы ретінде қарады. Армысыздар, кеші жарық, ешкі сарға ағайын. Бұл Алаш ұлттық патриоттық партиясының тапсырысымен дайындалған «Не дейді YouTube арнасының арнайы репортажы». Мен Туман Мұхаммед-Кәрім. Кеңестік жүйеде құлады. Аңсаған дербестігімізді алдық, бірақ билік пен бұқара арасындағы қарым-қатынас сол беті қалды. Жарлы бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді. Ығай мен сығай сарайда, қара халық қорада. Орыстың дачасын саяжай деп қазақшалап алдық, бірақ оның атауы ғана өзгерді. Заты сол бұрынғы қалпында. Қала сыртындағы үйлер бау-бақша мақсатына арналған, ал тұрған үйлер тұрғын үй санатына жатпайды. Саяжайларда ықшам аудан түгіл ауыл немесе елді мекен деген мәртебе жоқ. Иә, ол жерлердің барынан жоғы көп. Электр сымы бар, тұрақты тоқ жоқ. Жол бар, асфальт жоқ. Аялдаманың орны бар, автобус жоқ. Автобус бар, аялдама жоқ. Бау-бақша бар, су жоқ. Құбыр бар, газ жоқ. Ұялы телефон бар, байланыс жоқ. Желі бар, интернет жоқ. Үй бар, тіркеу жоқ. Жердің аты бар, заты жоқ. Қысқасы, адам бар, өркениет жоқ. Біздің өзіміздің мысалы неміз жоқ, автобусымыз жоқ, жаңағы специалисттер, узкий специалисттер жоқ. Мысалы баламызды неге больницаға апаратын болсақ, бізде узкий специалисттер жоқ. Біз анау неге Іле ауданына, неге районға баруымыз керек. Осы жақтан такси жалдап 500-500-ден мысалы 1000 теңгеден аса ақша кететін болғасын, бізге сондай мәселелерімізге барғанда бізді сөйлетпеді даже. Өзінің өмірбаянын айтты, бізді мазақ қылдырып, күлді, бақталып қабылдағанда сендерді ләззат бір проблемаларын шешеді ме сендердің ешкімде проблемаларын шешпейді. Бәрібір де осы жерден мен шешемін деді. Балдар ойнап жүрген болатын мына жерде. Балдар ойнап қайта келе алмай қалды да бері қарай. Мына жерде теректі алдында құлап тұрған. Алдында айтып ескерту берілді осы үйдің егесі. Осыны кесіп тастаңдар. Мына көше бойы бәрінің, мына магазиннің алдында бүкіл балдар тұрады. Ойнайды. Елдерің магазинге зат алуға барады. О жерде алма терек бар еді, ана жабай алма. Ол да құлап қалды. Енді мынаның бәрін азайту керек. Мына теректерді азайтпаса болмайды, кесіп қысқартпаса. Түгел анау дачаның аяғына дейін осындай қалың қаптап кетті. Әкімдікке Қуат Ақшабаевқа звондадым. Біздер Рахатский село округінің әкімі бізге осы дача қарайды ғой, соған саяжай қарайды. Соған айтып едім звондап. Ол айтты, маған қарамайды, аудандық әкімге қарайды деді. Енді осы бар мен жоқты жіліктеп тарқатып айтып көрейік. Дача дегенді естісек, баяғыда қолына күрек ұстап, қаланың сыртына кетіп бара жатқан орысты елестетуші едік. Қазір заман басқа. Олар осы күнде виллада тұрады, ал кеңестен қалған үйшікте қолына кетпен ұстаған қара қазақ тұрады. Қысы жазы батпақ кешіп, күнделікті күйбің тірлікпен қалаға қатынайтын да сол қазақ. Лашық аудандарда яки трущобаларда бұрын кинодан көруші едік. Байқұстар биттеп жатыр екен деп батысты сөгетінбіз. Сөйтсек, екі қазақтың бірі сол трущобада тұрады екен ғой. Бұл постоянно неше жыл, 2 жыл, 3 жылға дейін анандай болып жанып тұрды. Біз неден адам шақыртып, оны жанбайтын болды әйтеуір. Бірақ әзір бізе қорқамыз, балдарымыз ойнайды.
Мына қара от шашып тұратын еді, содан қорқ. Қазір мынау кеуіп тұр, құлап кете ма деп та қорқамыз. Бұл жердің мына ағаштарынан енді сыра қорқамыз. Кеше ана жерде 10 шақты бала ойнап жүреді, ана алма ағашы құлады. Түннің ортасында да өртенеді, бізді шақырсақ та ештеңе емес деп кетіп жүреді. Әйтеуір өшірілетін болды. Болмаса 2 жыл жанып тұрды, бұл. Өрт жанатта тұратын еді, 2 жылдай сондай болып тұрды. Өшірілген олай тоқтан ажыратып тастады ма сонда? Сондай болды ма білмеймін, әйтеуір жанбайтын болды, жөндеді. От шашып тұрды. От шашып тұрды да. Жөндеген ғой енді, бірақ 2 жыл сондай болып тұрды әйтеуір. Соны білемін, анық. Мұндай жерлер барлық аймақта бар. Ең ірі дегендері Алматының іргесінде. Кейбір ғалымдардың пайымдауынша қазақ сөзі тәуелсіз, дербес немесе жаужүрек деген мағына береді. Ал енді бір ғалымдардың пайымдауынша қазақ қас сақ, яғни нағыз сақ деген сөз. Қалай болғанымен екеуі де шындыққа жанасатын сияқылды. Егер де біз көне жаужүрек сақтардың ұрпағы болатын болсақ, олар жоғарыдан қарап, кезінде біз алтыннан киім тігушек. Мына ұрпағымыз алтын мен мұнайдың ортасында отырып, не болған деп көздеріне жас алатын шығар. Алтын сауытты сақ жауынгерін Кемел Ақышев 1969 жылы дәл осы Есік ауданынан тапқан. Ашық аспан астында осы күнде 2 мұражай тұр. Бірі көне қорғандар, екіншісі заманауи саяжайлар. Бірақ мұнда билік жоқ. Бас-басына би болған өңшең қиқым. Ауыл бірнеше санатқа бөлінген. Қарапайым халық, ол заңды жері бар, үйлі баранды жандар. Екінші санат, жері де, үйді, күйді жоқ, төменгі сұрыптағы топ. Үшіншісі, алдыңғы екеуінен апта сайын ақша жинайтын шолақ басшылар. Кейінгісі ауыл элитасы. Төрағаға ақша керек болса жинай береді, басқа талабы жоқ. Мынау су әкеліп беремін, айтатындар су жоқ, не қысында жоқ, не жазында жоқ су. Свет әкелем, жолды түзелеймін дейді, жол түзелем жатырған жол жоқ. Мынау столб әкелемін деп 20 мыңнан жинады, ол жоқ. Мінекей өзімнің лишний, мен өзімнің председателім саяжай, біз өзгерттік қой, өзгертсек те ақша жинауын тоқтатпайды. Тұрғындардың айтуынша саяжай кооперативтерінің төрағасы аудан басшылығымен ауыз жаласқан. Елден ерекше қымбат электр жарығы үшін ай сайын ақша жинап жүр. Мен айтқым келеді, бұл азаматтардың ешқандай мәселе шешілген жоқ. Неге олай айтам? Себебі бұл азаматтар екінші топтағы, екінші сорттағы адамдар. Өйткені саяжай заңы бойынша бұлардың жұмыстарын әкім араласпайды, және де әкім олардың жұмысын төрағаға сырып тастайды, ал саяжайдың төрағасы ол ондай жұмыстарды атқармайды, тек ақша жинаумен айналысады. Ақатаева Гүлмираға талай ақша бердім, көшіп келіп 2009-дан бері ақша беріп келе жатырмын. Мынау біз не жазда не қыста су жоқ деймін ғой, соны тасып ішемін ғой. Со тасып ішкен суыма да ақша төлеймін. Адамның жан басына 100 теңгеден. Ал бізде үйде 8 адам тұрсақ 800 теңге, 6 адам тұрсақ 600 теңге. Енді тасып ішіп отырған суыма неменеге төлеймін десем, айтады, ол Қазақстаннан ішіп отырсың, сен сол үшін төлейсің дейді. Селевой взнос деп жиналады, жылына 5000 теңгеден, соны менен алып отырып, мен сізден алған жоқпын деп әкімнің көзінше айтқан маған. Қосымша ақшалар жиналады, бірақ жиналған ақшаларға ешқандай есеп бермейді. Есеп беретін ойында да жоқ. Алаш партиясының атынан арыз жаздық. Бізге осы саяжайдан көмек сұрап отыр. Оларды біз қазір ауруханаға, АСП-ның жәрдемақысын алу үшін электрондық цифрлық қолтаңба керек екен. Кейбір азаматтар электрондық цифрлық қолтаңба не екенін білмейді. Содан кейін біз арнайы өзіміз сол аппаратты сатып алдық 5000 теңгеге. Мен өзім сатып алып, ноутбугымен осы жерге келдім. Алматы облысынан жаңа халық қызмет көрсету орталығының бастығы тапсырма беріп, есіктен 2 қызметкер келді. Халық қызмет көрсету орталығынан. Біз осы жерге халықты жинап, 100 адамды жаңа әлеуметтік қашықтықты ұстап, электронды цифрлық қолтаңба жасауға тырыстық. Сенесіз ба? 3 сағатта біз 3 адамға электронды қолтаңба жасадық. Бұл жерде интернет жоқ. Содан кейін біз өз тарапымыздан мамыр айында осы Мусинға арыз жаздық, министрімізге. Мусинға ұсыныспен арыз жаздық. Осындай жағдай болып жатыр. Бұл жерде саяжайда тұратын адамдар тым 20 мыңнан асады. Осыларға бізге көмек керек. Сізбен кездессек, ұсыныс арқылы осыны шешек деп. Бізге ешқандай жауап болған жоқ. 2 хат жаздық. Сондықтан бұл мәселе қалай айтсам екен, электрондық қолтаңбаның арқасында бұлар көмек ала алмай отыр біріншіден. Екіншіден балаларымыз оқуға мүмкіндігі жоқ. Қазір онлайн екенін білесіз ғой. Міне көрдіңіз көз алдыңызда бір кісі қазір ауырып жатыр. Ол кісіге қазір біз апарып емдетейік десек, ол жерде міндетті түрде тіркеуіміз керек. Тіркеу үшін ЕЦП керек. Ал электрондық қолтаңба жасау үшін интернет керек. Енді бұл кісіні мен Алматыға шақыруға мәжбүрмін. Біздің штаб Алматыда. Алматыға жету үшін ол кісіге қаражат керек жолына. Көрдіңіз ба? Мемлекет
өз тарапынан халыққа көмектесу үшін жағдайлар тудырудың орнына қиындықтар тудырып отыр. Біз ұсыныс жасап, шешу жолдарын көрсетіп отырмыз, сонда да естілмей отырмыз. Кооператив төрағасына бола саяжай тұрғындары екіге бөлінген. Гүлмира Ақатаеваның қаһарынан жасқанғандар оны қолдайды. Қалғаны төрағалығына қарсы шығып сотқа берген екен. Сотта халық жеңіп шықты, алайда ол сот шешімі бола тұра жұмысынан кетпеген. Гүлмира Ақатаева ол аздай сол беті халықтан ақша жинап жүр. Ал саяжайда ақша талап ететін мәселе көп. Электр жарығы, жер, су деген мысал көп. Әкім оған араласпайды. Негізі ішкі заңдарынан басқа жұмыстарға әкім араласу керек. Ең бірінші заңмен алатын болсақ, өз тарапынан заң бұзушылық, самоуправство дейді. Олар келетті, заңсыз ақша жинайды, оларға түбіртек бермейді. Бұл азаматтар полицияға арыз жазады. Полиция қарамайды, әкімдікке арыз жазады. Әкімдіктер біз жұмыспен араласпаймыз, өздерін шешіңдер дейді. Сонда қалай? Бұнда әкімдер өзі жергілікті атқарушы орган болғандықтан неге араласпайды? Бұл жерде мен толықтай айта аламын, 200% жемқорлық рисклары бар. Алтын адамдықтардың бұрынғы төрағаға жала жабуы әбден мүмкін. Бәлкім, ол шындығында ел қамын ойлап, табанынан таусылып жүрген жан шығар. Барып, сұхбаттасқым келді. Қайда кетті дейді? Білмеймін. Папаң не, Асқар жоқ па? Жоқ, машинамен кетті ғой. Папа машинамен кетіп қалды. Екі үйдің жері негізі. Біз келген кезде мынау нелер де жоқ еді, заборлары да жоқ еді, ворота да жоқ еді. Бір сарайшық, лашық сияқты ескі там болатын. Сол ескі там біз қалай мына қаралпақтарды сорды, солай үйін әдемілеп жасалды. Мәшіне дегенді нәске ауыстырғандай ауыстырады. Бұл үйіне келсек, постоянно осындай жоқты, келмейді, шықпайды. Егер де мына есігіне аттап үйіне кірсем, менің үстіме зайым жазады. Осындай еш қайсымызда кіре алмаймыз үйіне. Үйіне кірген адам бәрін сөз айыбын жазып еді. Келіп балам қорықты, менің балам ауырып жатыр, қызым ауырып жатыр. Осылар қорқытты деп осылай зайым жазады. Үйіне кіруге қорқамыз осы председательдің. Енді сұрайық десек, сұрай алмаймыз, айтатын затымыз айта алмаймыз. Сұхбат бергісі келмеді ме, әлде шынымен үйінде жоқ па? Әйтеу ескі басшы шықпай қойды. Есесіне дүкеніне соқтық. Иә, Гүлмира Ақатаева жол болған кәсіпкер көрінеді. Дүкен, сұлулық салоны сияқты шағын кәсібі бар. Саяжай деген әр қалада бар дедік. Қызыл империя күйрегеннен кейін бұл саяжайлар көп қазаққа пана болды. Күн көрісі қиындаған ауылдан шыққандар, алыс жақын шетелден көшіп келген қандастар осы саяжайға қоныстанды. Қаланың іргесі әрі арзан деп көбі ойлады. Кейіннен бұл лашықтар қала тұрғындарының мазасын қашырғанын білесіздер. 90-шы жылдар естеріңізде ме? Саяжайды тек қылмыскерлер ғана мекендейді дегеннен аулақпын әрине. Бұл ойды 2000-шы жылдары көпшілікке биліктің өзі тықпалаған. Заңсыз салынған үйлер, басып алынған жерлер, заңға бағынбайтын баскесерлер. Осыған ұқсас айыптауларды 2006 жылы естідік. Шілденің 22-сі күні болған қанды оқиға қазақ елін ғана емес, бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Биліктің ресми ұстанымы әрине халықты қаралау еді. Ал халық және белсенділер бұл биліктің қолдан жасаған әрекеті дегенді айтты. Бұл сөздің жаны бар. Егер үкімет қан төгісті қаламаса, жер бөліп, немесе кезінде жемқорлар сатып жіберген жерге амнистия жарияласа болатын еді ғой. Әншейінде шетелге триллиондар шығарған парақорлардың қаражатын заңдастырып, рақымшылық жасағанда жомарт еді ғой. Олай болмады. Әсет Бейсенов есімді 24 жасар полиция қызметкері тірідей өртеніп кетті. Жесе де, жемесе де қасқырдың аузы қан деп диссидент Арон Атабек Батырды түрмеге жапты. 15 жыл өтті. Не өзгерді? Баяғы жартас, сол жартас. Жемқорлар асап жатыр, ал халық сол лашықта күн көруде. Биліктің осы істемей отырғаны осы жерде кейбір адамдарға, жоғарыда отырғандарға ол пайдалы. Оның бәрі возможность қой. Жемқор жасауға возможность қой. Біз айтып отырған жоқпыз, мынау жемқор екен, сот қана оны дәлелдейді. Бірақ біз айтып тұрғанымыз осы рискілер көп. Осы мысалы мына Жомарттың өзін алатын болсақ, Жомарт баяғыда міне ауыл тұр. Міне Ащыбұлақ ауылы тұр. Осы Ащыбұлақ ауылына енгізетін болсақ, осы Жомартты
енгізетін болсақ, автоматты түрде осы жерде неше түрлі жемқор рискілері бәрі жойылады. Оны кіргізбей отырғаны, осы қазір тұрған Леонидовичте осындай саяжайлар толып жатыр. 100 саяжай бар. Ар жағында есікте алтын адам саяжайы, ол тіпті сол ауылдың ішінде, сол қаланың ішіне кіреді. Соның ішінде тұрған саяжай. Сосын бізде Астанамызда да бар, біздің елордамызда да бар. Неге бара жатқан кезде тіпті облыс емес, қаланың ішінде сол жағалауында Мәңгілік елмен тура келіп тірелген кезде сол жерде саяжайы бар, шамасымен бір 5000 адамдай тұрады. Оның бәрінің мәселесін бәрін бір заңмен шешуге болады еді. Саяжай болғаннан кейін осы қауіпсіздік жағынан өте осы жерде күрделі мәселе тұр. Неше түрлі діни ағымдар осы жерде де пайда болады. Алдында бізде де дәлеліміз бар, бір рет осындайдан өткенбіз. Әділет Қабдолла айтса айтқандай, жұмыссыз жастар қарақшылығы, базардағы ірекетер, көшедегі бандитизм. Кейіннен мұның бәрі ойыншық болып қалды. Еңсемізді енді көтеріп келе жатыр едік, қазақ елі аяқ асты Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарып, төртті саясатын тықпалай бастады. Trust, tradition, transparency, tolerance. Түгеліне төзімдіміз деп жүріп, түрлі діни ағымдардың төрімізге шығып кеткенін байқамай қалдық. Басын сипап, жетімдер үйін ашқан Егова, жаны қиналғандарды бауырына басқан экстремистік топтар. Осылардың дені әуелі дәл осы саяжайларды иемденді. Өте көп қылмыс жасалады орде. Бүгінгі күнде біздер мысалға айтып отырмыз, босқындар дейміз. Босқындардың ішінде басқа дінге берілгендер бар. Мысалы біздердің бүгінгі күнде біз білмейміз, кімде кім қай жақта жүрген, не істеп жатқанын. Ол тіркелмей Өзбекстаннан келді ме, Тәжікстаннан келді ме, Ауғанстаннан келді ме, жоқ немесе ол Қырғызстаннан келді ме, жоқ Қарақалпақстаннан келді ме, біз білмейміз. Бірақ алайда бар олар. Олар тіркеуде жоқ. Оларды сақшыларымыз да біздердің нете алмайды, яғни полиция. Оларды тіркеуге ала алмайды. Көші-қон полициясы да оларды тіркеуге ала алмайды. Себебі оларға ешқандай да басқару немесе оны міндетті түрде бір бақылап отырған мемлекеттік органы жоқ. Егер мемлекеттік мекеме бақылап отырып, қадағалап отыратын болса, ондай уақытта мүмкін айтуға болар еді. Бүгінгі күнде мен өзім ойлаймын, меніңше, ол өте қауіпті бұл саяжайлар. Неге қауіпті? Өйткені ол жерде қандай қылмыскерлер келіп жатқан шығар. Мүмкін Өзбекстанда немесе басқа жақтан келіп, қылмыс жасап келіп отырып, бәленбай жылдар сол жерде жатып, өмір сүріп отырған, қашып жүрген қылмыскерлер шығар. Біз қайдан білеміз? Білікті заңгер Шолпан Ризабекова саяжай тақырыбын 90-шы жылдардан бері зерттеп келеді. Саяжай түсінігін құртып, ауыл мәртебесін беру керек деген Алаш партиясы бастамасымен Шолпан ханымда келіседі. Егер бау-бақшалық серіктестіктердің бәртері жойылып, олардың бәртері өзінің күшін жоятын болса, үкімет өз тарапынан нормативті құқықтық актілер арқылы міндетті түрде азаматтық заңдарменен олардың жою амалдарын келтіріп отырып, заңда бұл жерлер міндетті түрде біздің жер заңымызға міндетті түрде санатына кіретін деп жасайды. Яғни бау-бақшаларға арналған жерлерді теңестіреді елді мекен жерлермен бірде. Теңестіріп, бау-бақшалық серіктестіктердің барлықтерін, сол қаулыларды, сол жарғылардың бәрін жойып, өзінің тепе-теңдікке алып кеп, жер заңына теңестіру деген қанылады. Теріс ағымдағылар саяжайды жайлады дегенді талай белсенді көтерді. Алайда оны билік білмегенсіп отыр. Естейтін үкімет мұндайда керең болып қалады. Неге? Өйткені саяжай шенеуніктер үшін кәдімгі көлеңкелі бизнес екен. Осы ауылдық мекенге салығын төлейді, бірақ жолды салып бермейді үкімет жағынан. Өйткені ол саяжайдың ішкі мәселесі дейді. Ол да бері жағынан. Содан кейін мына свет мәселесі, жарық мәселесі. Адамдар, біз қалада, елордада тұрғандар, Алматыда тұрғандар 16-17 теңгеден төлегендер, мына жақта төлейтіндер 28 теңге деген ол бір мәселе. Төраға салатта бірақ ана жерде жазады 2000 дейді, 2000 киловатт неге ғана төлейді, әкімшілікке ғана, қалған 8000 киловатт қалталарында қалады. Вот сондай рисклер бар бізде. Түсініп тұрсыз ғой. Сондай ақшаның бәрі деген үкіметке кетпейді. Неге салық ретінде кетпейді үкіметке?
Сосын өкіметтен алады, ол әкімшілікке 17 теңгені төлейді, 10 теңгесі қайда деп халық сұрайтын болса, мыналар тіпті артынан полицияда қодыра бастайды, неше түрлі істей бастайды, өзінің істемейтіндері жоқ. Осы төрағаның жинаған сомасы, мысалы 18 миллион болса, оларға өткізген, ал халықтан жинаған сомасы 28 теңгеден 56 миллион теңге. Сонда біз сұрадық, қалған 30 миллионнан артық ақша қайда кетті? Олардың жауаптары былай болды: потеря дейді. Егер бұлар қазір ауыл статусын беретін болса, олар арнайы үшінші адамдар арқылы ақша жиналмайды ғой. Оданша қарапайым халықты ұстап, өздерінің тарифтарын қойып, салықтарын жинап отырғаны жақсы. Мен солай деп ойлаймын, және де ондайды. Я бюджет айланып өтеді. Екіншіден, жемқорлыққа қарсы агенттікке жазатын болсақ, ол әкімдер өздері сылып шығады. Біздің қатысымыз жоқ, ол жерде төраға басқарады дейді, біздің арыздарымыз сияқты. Ал әлеуметтік жағдайына байланысты өкінішке орай жемқорлыққа қарсы агенттік, олар біліксіз. Олар ары қарай жұмыс атқармайды. Біз заң бойынша айтамыз, жергілікті атқарушы билік әкім ғой, территория соныкі. Жарайды. Әлеуметтік жағдай, мектеп жағдай бойынша неге әкімдік жұмыс істемейді? Оны да бұлар қайдағы бір білімі жоқ, ақша жинағыш төрағаларға итеріп салған. Бұл да заңсыз және де қасақана халыққа қарсы істеп отырған әрекет деп санаймын. Ақша. Яғни ол заңды түрде келіп тұрған жоқ, ол ағымдылығы да оның заңсыз, және ақша түсіп отырған түсімі де оның заңсыз деп есептеу керек. Мен сондықтан осыған орай мен айтар едім, ұсынар едім, және жалпы әділет министріне дейін, мына Қазақстан Республикасының президентіне де мұны айтар едім. Ең бірінші бұл бау-бақшаларға Совет үкіметінде берілген жерлердің бәрін, серіктестердің бәрін жойып, оларды елді мекен жерлерге санатына кіргізіп, оларды қадағалап алу. Негізгі табыс көзі әрине жер телімі. Ол қалай? Жер сатылмасын деп қырылғанымызға 10 жылға жуықтады емес пе? Шулап жүріп, билікке 2 рет мораторий жариялатқанымыз қайда? Ол оңай. Аймақ басшылығына жақын бір кәсіпкер мыңдаған гектар жерді құжатын келістіріп жалғалады. Сосын 600-800 метрден бөліп сатады. Жоғарыдағы көкелерін ренжітпейді әрине. Сөйтіп, аз ғана уақыт ішінде бірнеше ресми мәртебесі жоқ елді мекендер шыға келеді. Алматының іргесіндегі Ащыбұлақ пен Жомарт солай пайда болған. Сенбесеңіз, сол жердегі тұрғындардан сұрап көріңіз. Осыдан 10 жыл бұрын ғана ол жерлер шабындық алқабы болған жарыс айтып береді. Мұның махинациясын атқамінерлер ешкім білмейді деп ойлайды. Алайда оны еңбектеген баладан бастап еңкейген шалға дейін біліп алған. Мұның бәрін мен ойдан шығарғам жоқпын. Сарапшылардың да пікір емес. Бұл ақпараттың түгелін осы Ащыбұлақ ауылының тұрғындары айтты. Біз осы жерде бала шағамызға, мына маткеринамызға жер бермегеннен кейін енді далада қаламыз ба деп осы жерден жер алайық деп Әлжанбаевқа ақша бергенбіз. 2012-ден бастап алданып келіп 2015-тен бастап мен неге бар Талдықорғанға барғанмын. 5 адам болып. Құралай деген қыз бұл жерден кетіп қалды. Үй жай жерде жоқ, жылап еңіреп кетті. О қызмен бірге жаңағы Талдықорғанға барған. А мен болсам соттан решение, қаулы, бәр қағазын қолматып арқалап жүрмін. Сен жерің емес, сен жеріңде адам бар деген. Сен сала алмайсың, сенің ақың жоқ деді. Мен оның айтқан тыңдамай, біздердің өзіміздің жеріміз болып, өзіміз сатып алған жерге қалай сала алмаймыз деп, біз өзіміз үйтіктеп алдық. Содан 5 жыл светсіз отырдым. 2020-да қосып тұрдым светімді. Әрең дегенде прокурор, әкім араласып. Бұлар төрағалар саяжайдағы жерлерді сатады. Сатады да қандай да бір жолмен оларға жаңағы госакт құжаттар жасалады. Қалай? Өздеріңіз білесіз, 2021-дің аяғына дейін мораторий ауыл шаруашылық жерлеріне. Бұл саяжайлардың жерлері бірінші тарапынан бастап ауыл шаруашылық жерлері. Ауыл әкімдік тарапынан сыбайластық болмаса қалай құжаттар жасалып жатыр. Және де әкім өзінің аумағында үйлер салынып, адам саны көбейіп жатса, неге олар қызығушылық танытпайды? Территория жағынан олардың құзыреті ғой. Сондықтан 100% біз айта аламыз, бұл жерде әкімшілік тарапынан да бір сыбайластық бар. Алаш партиясының белсендісі Жан Шыңғыстың да осы саяжай тақырыбын көтеріп шырылдағанына біраз жыл болды. Жанның айтуынша саяжай жемқорлықтың қайнар көзі. Тарқатып көрейік. Саяжайда мыңдаған адам тұрады. Жол, ауыз су, электр жарығы, газ құбыры сияқты әлеуметтік жобаларға бюджеттен миллиардтаған теңге бөлінеді. Бірақ ол өркениет саяжайға жетпейді. Өйткені саяжайдың ауылдық мәртебесі жоқ. Яғни жеке меншік бау-бақша жұмысына мемлекет араласа алмайды. Яки барлық мәселені тек саяжай кооперативі төрағасы шешеді. Ал ол
жол керек, тоқ керек, газ керек деп жергілікті халықтан ақша жинайды. Уақыты келгенде ақталады. Тұрғындар түгел өткізбеді, немесе ел ақша жинап бергенше бәрі қымбаттап кетті. Тіпті болмаса бәр бәлені мына пандемияға жабады. Ең өкініштісі, осы саяжайда тұратын адамдардың бәрі көп бала аналар. Олар біздің демографиямызды көтеріп жатыр. Олардың жағдайларын қазір біз көтермесек, ол қоғамның бір бөлшегі. Ертең күн бұл мемлекетімізге үлкен қауіп төнеді. Қандай қауіп төнеді? Ертең протесттік наразылық осы халық көтеріледі. Себебі бұл халықтың өзінің тұрып жатқан баспаналарында құжаты жоқ. Олардың жоғалтатын ештеңесі жоқ. Бұлар ертең көшеге шықса, олар бәрін қиратады. Бұлар сөйлеспейді сізбен. Осыған көңіл аудару керек деп ойлаймын. Жан Шыңғыстың айтуынша, саяжайдың арқасында баюдың тағы бір жолы бар. Халық санын кем көрсету. Ол қалай? Мысалға, Нұр саяжайында 5000 адам тұрады делді. Ресми құжаттарда 1000 адам тұрады деп көрсетіледі. Ал мұнда электр жарығы, газ желісі сияқты өркениеттің болар-болмас көрінісі бар. Міне осы үшін халықтан әдеттегі тарифтен бірнеше есеге қымбат ақша жиналады. Оның 1000-і ресми құжатқа сәйкес тиесілі мекемеге жетеді. Қалғаны кооператив төрағасының арқасында ауылдық округ әкімі, аудан басшылығы және облыс әкімдігіндегі кураторлар арасында бөліске түседі. 5000 тұрғыны бар саяжайдың 1000-і ресми тіркеуде, қалған 4000-і есепке алынбаған. Енді есептеп көріңіз, әр шаңырақ электр жарығы үшін айына 10.000 теңгеден төлейді дейді. 40 миллион теңге. Бұл бір ғана саяжай есебі. Бұған енді басқа саяжайлар мен газ, жол немесе тағы басқа төлемдерді қосыңыз. Миллиардтаған қаржы бюджетті айланып өтеді. Оның үстіне бұл жерде заңға қайшы ештеңе жоқ. Білініп қалғанның өзінде кім айыпты? Саяжай тұрғындары өздері сайлап алған кооператив басшысы айыпты. Айран ішкен құтылды, шелек жалаған тұтылды. Ең бастысы, қазақ елі коррупциямен аямай күрес жүргізіп жатыр. Қармаққа шортан емес, шабақ түссе де статистика сөйлеп тұр. Солай емес пе? Өздері тариф қояды, айтады, 28 теңгеден төлейсіңдер дейді. Ешқандай келісімшарт жасамайды оларға. Келісімшарт болу керек саяжай болса да. Олар ешқандай түбіртек бермейді. 28 теңгеден кеп есептейді, счетчиктарын қалай есептейді білмеймін. 28 теңгеден әрқайсынан мысалы орта есеппен 5000-10 теңге жинап алады. Оның бәрін барып Алатау жарыққа төлемейді. Біз одан распечатка алдық, қандай да бір сумманы төлейді, қалған жаңағы әкімдікке неге береді деп отырмыз. Өйткені әкімдік өзінің трансформаторын қойып отыр ғой, өзінің балансын алады. Өзінің балансын алады да әкімдік көрсетеді. Мына саяжайда 1000 адам тұрады. Өздерінің санақ бойынша. Міне 1000 адам осындай 28 теңгеден осындай төледі деп көрсетеді. Қалған 1000 адам көрінбейді. Санақ әдейі қысқартып отыр. Электр қуатынан ақша жеу үшін. Өте тиімді. Жергілікті атқару органдарының халық санын азайтып көрсетуіне байланысты Алаш партиясының нақты дәлелі бар. Жан Шыңғыс мұның бәрін әлеуметтік желілер арқылы таратқан. Құрметті қазақстандықтар, сіздермен бірге Жан Шыңғыс, Алаш партиясы. Сіздерге белгілі, біз қазір Алматы облысы бойынша саяжай халқының санына байланысты ауыл статусын сұрап жүрміз. Біздің қазір қолымызға перепис населения жасап жатқан чаттың запистері түсті. Бұл жерде Іле ауданының статистика бойынша директорының жазып отқаны чатта қараңыздар. Құрметті әріптестер дейді, халық санын азайту туралы Алматы облысынан бізге тапсырма келді дейді. Міне чаттан дәлелдеме ретінде осы кісінің біз сізге запистерін көрсетіп жатырмыз. Алматы облысы қасақана халық санын саяжайдағы азайтып жатыр екен. Перепис кезінде, санақ кезінде бұл Тоқаевтың тапсырмасына қарсы жасап жатқан әрекет. Міне дәлелдеме ретінде бұл кісінің мына чаттағы жазуын көрсетіп отырмын. Түлкібаев Сабастай Сәкенович, қараңыз. Міне 701 948 41 95. Бұл кісі Түлкібаев Сабастай Сәкенович, Іле ауданының статистика бастығы. Қасақана қызметкерлерге статистикаға адам санын азайтыңдар саяжай бойынша деген тапсырма берілді деп айтып отыр. Міне қараңыздар, жаңағы Түлкібаев Сабастай Сәкенович деген директор, жаңағы перепис населенияға жауап беретін статистик Іле ауданының бүйтіп жазыпты. Осы екінші этапта қысқартылған адамдардың барын иындарымен толтырып қайтадан орнына келтіреміз дейді. Бұлар қасақана қылмыс жасап отыр. Қазақстан Республикасының президентінің санақ жасау туралы тапсырмасын кері жасап, жемқорлық рискларын тудырып отыр. Міне сіздерге дәлел ретінде видеосын түсіріп отырмын. Мына Түлкібаев Сабастай Сәкеновичтің. Міне тағы да Гүлбанова Атамқұловна жазып жатыр. Девочки, мальчики дейді. Приказ департамент сокращения количества просчитанных людей дейді. Сонда адам санын азайту туралы облыстан тапсырма келген. Біз адам санын жеткізе алмай жатсақ, бұлар қасақана облыс әкімдігінің тапсырмасымен адам санын азайтыңдар деп чатта отырып мамандарға тапсырма беріп отыр. Бұл дәлелдеме. Саяжайлардың жемқорлық ордасына айналғанын
белсенділер бұрыннан айтып жүр. Облыс басшылығына, президент әкімшілігіне талай хат та жазылды. Басшылық тарапынан үнсіздік, яғни бір гәп бар. Ол не? Алаштықтардың айтуынша саяжайдан шыққан жіптің бір ұшы бері дегенде облыс әкімдігіне дейін барады. Бұл сөзді аймақ басшылығы отырған мына WhatsApp чаты растайтындай. Қысқасы, жергілікті халық сөзіне сенсек, әр саяжай кооперативі басшысының артында облыс әкімі Амандық Баталовтың өзі тұр. Негізі ресми бойынша 2,5 мың адам, 2 мың адам деп тұрды. Біздің есебімізбен 5,5 адам екен, сонда 3 мың адам ауада тұрған адамдар. Негізі бәрін санап келгенде біздің есебіміз бойынша Қазақстанда тіркелмеген 1 миллионға жуық адам бар екен. Облыс әкімі отыр Баталов. Осының бәрі көрмей отыр дейсіз бе? Көріп отырған сияқты сол кісінің регионы 10 жыл болды отырған. Ол кісі жұмысын істей алмай тұрған шығар. Мүмкін оған демалысқа кету керек шығар. Ал Алматы облысының әкімі Баталовтың артында кім тұр? Сіздерден пікір күтемін. Осы видеоның астына қалдырыңыздар. Саяжайда тоналмаған үй жоқ. Шаруаның қалтасына не шенеунік түседі, не қарақшы түседі. Қаланың сыртында үйі тоналмаған отбасы бар ма екен? Екінің бірі мүлкінен айырылған. Бір қызығы, сол қарақшылар жергілікті полициямен ауыз жаласқан көрінеді. Маған нанбайсыздар ма? Білікті заңгер Шолпан Ризабекованы тыңдап көріңіздер. Сол жердегі мысалы саяжайдың серіктестіктің бастығы бар ғой. Сол төрайымы болсын, төрағасы болсын қайсысы. Соларменен олар міндетті түрде әкімшілікпенен біріншіден, екіншіден олар әкімшілікке бірге болған екен, олар біледі, олардың жағдайларын қалай болып жатқанын біледі, кім тұрып жатқанын да біледі. Бірақ оның электр қуаты бар, жаңағы суы бар, оларға жасап отырған, біз осыны жасап отырмыз дегенде сияқты, мүмкін жасап та қойған шығар, мүмкін қойып суды да жіберіп қойған шығар. Бірақ ол судың жіберген есі дұрыс емес шығар, заңсыз шығар. Беріп отырған судың есі көлемі мүмкін аз шығар, немесе таза емес шығар. Соның бәрін ертең күні мына жаңағы айтып отырмыз ғой, сыбайлас жемқорлықтың ең бірінші несі қадамы деп. Сол міне бүгінгі күнде сол мына саяжайлардың істеп отырған заңсыздықтардың бәрі ол ең бірінші сыбайлас жемқорлықтың бірінші қадамы. Екінші қадамы тексерілмей қалғандығы. Бірақ тексерілмейді деп түбегейлі айтуға болмайды. Өйткені ол жерде құқық қорғау органының сақшылары жүр, бар, полиция қызметкерлері жүреді, олар барады. Бірақ олар өз бетімен, олар өздерінің адамдары бар, өздерінің ішінде жасайды. Полиция демекші. Әлгінде сот шешімімен қызметінен түскен бұрынғы төраға Гүлмира Ақатаеваның үйіне барғанымызды айттым. Араға біраз уақыт салып, полиция бізге телефон соқты. Гүлхан тәте қалайсыз? Жақсы. Апамна қатысты ма? Мен үйге келдім. Кеше барып келдіңіздер? Кеше барып, иә. Гүлмираның өзінің бойынша аузынан 1-2 ауыз сұхбат алу үшін келген екен деп айтшы. Біздерге сұхбат берсін. Сұхбат деген енді соған. Мен айтамайым ғой енді ол енді өзі мен біреуге бүйтіп айтып істеп айтамайым ғой, білесіз ғой енді. Жағынан арыз түскеннен кейін енді бәрібір түсініп алу керек. Сіз бір келіп арыз түсті ма? Звондасаңызшы бір не үшін бардыңыз, соны жазып беріңіз. Апорт білесіз ғой, менде 8 километрде Бекеша магазин жаныша. Иә. Сол жерге барып жаңа кеше кісілер де болса да жақсы сол бірге болсыздар ғой. Ауыл белсендісі Гүлхан Жұмабаева екеуміздің үстімізден арыз түскен екен. Балаларымды шошытты депті. Алтын адамға қайта жол тарттық. Мақсат есеп беру емес, Гүлмира Ақатаеваны көріп, полицияның ұстанымын білу. Бұрынғы төрайымға қарсы жергілікті тұрғындар бірнеше рет арыз жазса да полиция былқ етпеген. Енді не болды? Айтып беріңіз, қай себеппен шақырып жатсыз? Сіздерде не бар ма? Түсіруге. Сіз жұмыс орындасыз? Сіз жұмыс орындасыз ба? Болды, қай жерде заңда жазылған түсіруге болмайды? Мен НАКСиге жаздым, НАКСиге недем, түсіру жағында жаңа біздің өзіміз. Оған қарамастан ол кісі қазір адамдардан ақша жинап жүргенін білеміз. Өйткені оның қазір ешқандай құзырет жоқ, түсіресіз бе? Неге жоқ түсінбеймін? Мен отырыңыз, мен сізге түсіндіріп отырмын. Жоқ, мен сізге түсіндіріп отырмын. Отырсаңызшы. Сіз отырыңыз деймін. Мен сізге айтып отырмын. Мен сізге сөйлесіп отырмын ғой. Мен сізге заңгер ретінде түсіндіріп отырмын. Қараңыз, заңгер ретінде түсіндіріп отырмын. Кеше осы кісінің үйі қайда дедік. Солай ғой. Сосын осы кісі, иә, мына жерде енді көршілес тұрады ғой. Көршілес тұрады ғой. Енді сонда барды. Сол жерге барды, ол жерде үйінде жоқ. Айтты, шық деді.
кірмедіңіздер, иә? Жоқ. Ана үйіне жоқ, забор есік ашық тұр ғой. Енді есік ашық тұр, ана қақса да естілмейді. Енді ауылдық жерде білесіздер ғой қалай екен. Есікті ашып, просто тыңдаңыз әр жағынан. Тыңдаңыз. Содан кейін жоқ, енді өтіп баратырмыз, үйінде жоқ екен. Шықты. Сол адамды осында шақырсаңыз тіпті жақсы болады. Келсе, иә, мен бағана шақырып едім, келмеді, сонымен мен үйіне бардым. 102-ге звондаған, жаңағы бізге өйстіп тіркеледі ғой мұны. 102 нөміріне осындай азамат келіп, жаңағы арыз нетемін деп жатыр деп, алтын адам саяш, просит помощи полиции деп. Осылай номермен звондаған. Содан кейін бардым, мен шақырып едім, келмеді. Менің машинам нөмір жазылып тұр ма? Жоқ, телефон нөмері ғой. Контейнерде отырған полиция қызметкерінің телефонға жармасатын жөні бар. Өйткені бұл полиция бөлімшесі емес. Бөлімше есікте, ал мынау жалға алынған дүңгіршек. Полиция қызметкерінің өзі бізге солай деді. Сондықтан жыртық кресло мен бұрыштағы қоқысқа көңіл аудармауымыз керек екен. Иә, дұрыс түсіндіңіздер, 1000 адамы бар ма? Жоқ, 5000 адамы бар ма? Ол маңызды емес. Саяжайда полиция бөлімшесі жоқ. Өйткені ол жеке меншік бау-бақша. Ол жерге халық сайлаған кооператив басшылығы ғана жауапты. Ана контейнер, кәдімгі контейнер, цемент нететін сондай контейнердің ішінде отыр. Ол соңшы дырдай капитан отыр оның ішінде, участковый болса да. Ана опорный пункт қылдырып қойған. Ол не сұмдық, 30 жылда еліміз жеңістігімізбен жеткеніміз сол, мақтанып өзімізше айтатынымыз. Дұрыс па ол деген? Ана жерде енді жемқорлық рискілері болмай не болсын ондай жер болғаннан кейін. Әдемі қылдыр бәрін істеуге болады. Ақшаны бөлінбейді дейсіз бе соған? Бөлінеді. Тағы да айтқым келеді, бұл кімнің регионы екенін, осы 10 жыл бойы отырған. Осы жерде мысалы Баталов не істеп отыр? Оның бәрін көрмей отыр ма? Бәрін көріп отыр ғой. Соны істеуге болады ғой мысалы. Мұнда үй түскен кейбір жерлер заңсыз, оны тұрғындар мойындайды. Кооператив төрағасы міне осындай азаматтарды жағадан алады екен. Үн-түнсіз ақша жинап беретінде осылар. Мен бұл свет, анау солнечный батарейка. Осымен отыр. Ол солнечный батарейканың ондай көп нәрсе күші жетпейді, тек мына лампочкаға ғана береді, и телефон зарядтауға болады. Мынаның үйі пенопласттан ғана салынған. Осы жерде бір мына полдар да жоқ, мына көршілердің жасап бергені мына үйді. Қуандық Рымбаевтың жері заңсыз, бұрынғы төрағаға өткізетін ақшасы да жоқ, денсаулығы да жоқ. Жан ашыған көрші қолаң арқасында әрең күнін көріп жүр. Жақында ол жерінен де мына тауық қорадай пенопласт үйінен дайырлады. Қуандық оған көніп отыр, басқа амалы жоқ. Өлгенімше маза берсе болды дейді Қуандық Рымбаев. Сатып алайын деп отырмын ауыр қолына. Мына жерге өткеннен кейін жаңа әйел келіп маған тепешіне жасап, енді қазірға дейін келіп милиция жіберді, өйтті. Мына жерді көріп та, менің жерім деп. Мына өңпешіктен бер жағы ешкімдікі емес. Мен соққаннан кейін ол келіп маған против болып жүрді. Сонда мұна жерді бергісі келмейсізден тартып алып жүрді ғой? Иә, қазір да сөйтіп жүр. Мен жұмыс істей алмаймын ғой. Мұна 2 киладан лишний көтеруге болмайды. Сізге көмектескен адамдардың арқасында күн көріп отырсыз? Күн көргенде ондай көп жемеймін ғой мен. Не жеймін жалғыз өзім. Больницадан жеймін жүреді. Черезден барамын. Бірақ күн намынан чайды ішіп қойырамыз. Есікте тесік көп. Алтынада мұнда бір ғана саяжай емес, Қыпшақ, Самал, Ветеран сияқты саяжай жеткілікті. Жаңа үй түскен жердің бәрі мұнда ауыл емес, саяжай санатына жазыла береді дейді жергілікті ағайын. Бұл жер саудасы үшін тиімді, өйткені жерді тұрғындар бір кооператив басшысынан сатып алады, келесісі оны заңсыз деп таниды. Тағы да қаражат талап етеді. Көнбеді ме? Онда бұл жерді оралман, моңғол, қарақалпақ немесе өзбек басып алды деп қауесет таратады. Сөйтіп төрағалар жыл 12 ай сайын ауыса береді, ал жыр қала береді. Әләулейлім бітсе, хәләулейлім бар. Сатып алдық біздер. Оны әрқасын $2,500 алдық. Енді біздің енді көшіп келген оралмамыз ғой біздер. Біздер жақтан дача, саяжай деген нәрсе болмады. Осы акиматтанмын деп Бота деген қыз келіп сатты біздерге. Мен акиматта істеймін, акиматта. Содан кейін ойлады, үйде домовой барады, домовой бермейсің бе десек, жоқ, бұл саяжай деген, саяжайда осындай қағаз болады деп бір 2 бет қағаз беріп кетті, садовой книжка. Мен өзім 1 миллионнан аса төлеп болдым ол уже.
1 миллион азы. Енді ол кезде құны бар еді. Алдын свет әкелеміз деп $500 жинады. Ол кезде 75 мың болатын, $500. Менде енді долларлай болды бізде көшіп келген кезде. Сөйт долларлай бердік, $500. Одан олар кетіп қалды, ол председателіміз кетті да, мынау Гүлмира отырды. Гүлмира қайтадан жинады. Светке 150, суға 150. Бұл адамдар қазір әкімдік жергілікті атқарушы билік болса да мәселесін шешпейді, төраға айтар еді, көріп отырсыз. Бұл жерде арнайы бір үшінші адам ыңғайлы басқарып отыр. И полиция қызметкерлері де араласпайды. Бір үлкен, бір кішкентай ғана мемлекет өздерінің тәртіптерін орнатып алған. Ал халық бұлар үшін қара құл болып саналады. Әлеуметтік желі арқылы мені қаралап депрессияға түстім деген әкім естеріңізде болар. Иә, бұл интернетмен емес, шындығында болған оқиға. 1 жасар бала мен 15 жасар жеткіншектің үстінен арызданған Жасұлан Оңалбаев дәл осы Ащыбұлақ ауылдық округінің әкімі. Ол сотқа барып, Бибаджановтардың үстінен арыз түсіріп, 500 мың теңге талап еткен екен. Бұл енді өте өкінішті және ұят жағдай. Ер адам ретінде, азамат ретінде бұл әкімнің ешқандай моральдық құқығы жоқ деп ойлаймын бұл әкім болып отыруға. Осы бір ай бұрын бізге Алаш партиясына осы Бибаджановтар отбасы келді. Бұлар 2 ағайынды, біреуісінің 8 баласы, екіншісінің 4 баласы бар, 12 баласы бар, кәмелеттік жасқа толмаған көп балалы отбасы. Жаңағы ең бірінші осы семьяның 1 жастағы баласына, одан кейін 16 жастағы қызын арыз сотқа береді. Маған моральдық шығын төлесін, осы кісілердің кесірінен мен қазіргі таңда психикалық жағдайыма байланысты депрессияға ұшырадым деп. Одан кейін арызын өзгертеді да бүкіл отбасын Бибаджановтар сотқа береді. Маған 500 мың теңге өтемақы төлесін, себебі бұлар арнайы мені жаңаға СМИ-ға ақпарат берген үшін бақ өкілдеріне мен қазір депрессиялық жағынан өте жағдайым нашар деп. Оған байланысты менде сұрақ. Біз арнайы мамандармен осы отбасының жағдайын алаңдап бардық. Балалар шын мәнінде қорқып қалған. Бізде анықтама бар, балалар қорқынышта, және де бұл балалардың психикалық жағынан қорқыныш үрей бар. Ол дегеніміз мына Оңалбаев, Ащыбұлақтың әкімі, керісінше осы балаларға моральдық өтем төлеу керек. Сол кезде бізге маман айтты, егер әкім санайтын қызметкер қандай да бір депрессияға ұшыраса, ол кісіге депрессант дәрі жазып береді. Депрессант дәрі ішті деген сөз, бұл әкімнің психикалық ауытқуы бар деген сөз. Сонда бұл қалай мемлекеттік қызметке өтті? Ағайынды Бибаджановтардың бұл үйде тұрып жатқанына 20 жылдан асты. Бұл кезіндегі құтқарушылар станциясы. Сабыржан Бибаджановтың айтуынша, станцияны олар өз беттерімен басып алмаған. Үйді күтіп бағып отырыңдар деп құтқарушылар басшылығы беріпті. Кейіннен осы көлшіктің маңына инвесторлар келді. Аквапарк пайда болып, Бақакөл бизнес көлге айналды. Шұрайлы жерде отырған Бибаджановтар кәсіпкерлердің тақиясына тар келді. Сөйтіп, әкімдіктен шабуыл басталды. 2017-те сотқа берген кезде қағаз жүзінде, сол кезде бердік қағаз жүзінде. Сол кезде судьяның өзі запрос жіберген кезде алып келген сол қағаз айын бар. Міне жоқ, мынау ешкімде тіркеуде жоқ. Алматы тұрмақ, Астана тұрмақ ешкімде жоқ. Соны Астанаға бере салған республиканский әдейі. Маяқта сонда әкімдер бәлілер осылай жүргенде и бір күнде алатын біліп тұрды. Олар білген жоқ, біз мұнда тұратынымызды. Енді 20 жылдың ішінде бұл үйді мына жерді неғып заңдастырып алмадыңыз? Заңдастыруға бізде қағаз деген былай болып кетті қазір. Білмеймін не істеуге болады. Бүкіл Астанаға да бердік, қағаз жүзінде бәріне де бердік. Уже прокурор бар, Нұр Отан бар, басқа бүкіл осы заңның несіне, жердің несіне де бәріне бет, уже мынандай қағаз жинап алғанбыз. Сабыржанның қолындағы құжатқа сенсек, бұл үйде маңындағы жерде ешқандай мемлекеттік мекеме меншігінде тіркелмеген. Алайда ауылдық округ әкімі Жасұлан Оңалбаев аяқ асты, меншік иесін тауып алыпты. Сонда менде бір сұрақ. Егер құзыретті органдардың бәрінен құжат ретінде дәлелдеме болса, бұл жер ешкімдік болмаса, бір айдың ішінде қалай комиссиясыз бұлар госактын жасап алды? Бірінші, осыған байланысты мен жемқорлыққа қарсы агенттікке арыз жаздым, және де мәжіліс депутаттарына арыз жаздым, әлі жауап жоқ. Екі отбасын 12 баласымен далаға шығарып тастағысы келген әкімдік әлеуметтік желіде кеңінен талқыланды. Бірақ аймақ басшылығы дауға араласпады. Соған қарағанда әкімдердің депрессияға ұшырауы шенділердің ар-ождан кодексіне
қайшы емес, яки аудан басшыларының беті көгеріп, аузынан көбік ағып жатса да, әкімдікке жоламаңыз, әйтпесе істі боласыз. Бұл жерге пропискаға тұрғызамаймыз. Бұл жылы қылдырып ешкім бере алмайды сіздерге. Сіздер бұл жерде тұрғызған өзіне де бұл жерде жылы деп ешкім сіздерге бере алмайды заң жүзінде. Мәке, мен сізге өткенде айттым, мен сізге көмектесемін дедім. Келіңіз дедім. Енді қайтып дедім. Мына үйді хорошо делік. Сіз үйді барып тұрам ба не сонда? Барып тұрмыз. Өткенде мен сізге айттым. Егер де мына үйден шығарып жүрсе, мен өзім үйіме апарып сізді тұрғызам дедім. Сізді қыстың күні ешкім шығармайды. Ешкім шығарып жатқан жоқ бұл жерден. Мен сізге өткенде айттым. Келіңіз көмектесем дедім. Жасұлан мырза, мен сізден де үлкен зам, аким Тұрлашев Ләззат әлі отыр екен ғой ол кісі. Сол кісінің өзі де мен құлағынан тепкен, красиво, как вы тоже. Түсінесіз ба? Мен ешкімге сеніп тұрған жоқ. Я хочу, егер хотите помочь мне, хотите мне помочь, делайте, оформите и все, без проблем. Ешкім оформлять етпейді бұны. Мына жерде депрессия әкем 500 мың теңге сотқа беріп атқан кезде менде депрессия болды, өйткені олар журналистерге айттым деді мысалы. Ол не деген сұмдық? Ол отбасыға көмектесудің орнына сондайлар бар. Осы жерде сондай іс-әрекеттер көп. Әкімшілік көмек жасамайды екен. Тіпті облыстан бастап оның бәрі жұмыстардың бәрі тежеліп қалады екен. Ондай мәліметтер бізде көп, ондай мәліметтер бізде толып жатыр. Сабыржан мен Виктория Бибаджановтар 4 бала өсіріп отыр. Виктория келін депрессияға ұшыраған Жасұлан Оңалбаевқа да, аудан тіпті облыс басшылығына да сенбейді. Жалғыз үміт мемлекет басшыларында. Депрессияға түсіп, 500 мың теңге сұрап жатыр, ұят емес пе? Бізден 500 мың теңге сұрап. Біз сонымен депрессияға түспейміз, күнде ойлаймыз. Қайда қаламыз, не істейміз, балаларды не істейміз. Балаларды негізі қазір самый несі, балаларды қыдырту керек, балалармен демалу керек, біз жүрміз. Суттан суд, біздің акиммен, біздің Оңалбаевпен, Серікжанмен, Қарасаевтың акиммен қырылысып жүрміз. Не деген сұмдық мынау? Сот сіздер жақты шығып әділдік орнай ма, жоқ әлде әкімдік жеңіп кете ме? Қандай ойыңыз бар? Ол енді сот бәрі бізде былай қараса, все куплено, особенно Илийский район, Алматинская область. Бәрі сөйлейді сөзді, Баталовтан бастап, Баталовтың сөзі сөйлейді, Карасаев Баталовтың сөзі сөйлейді, біздің Оңалбаев, Карасаев, бәрі по лестнице ғой, цепочками, бәрі сатылып кеткен ғой. Сотта, прокурорда, земельный да, біздің аким да, бәрі. Сенбеймін мен, ешкімге сенбеймін. Оларға заң емес, айтады ғой анандай. Государство есть еще одно государство. Вот Баталов біздің аким Алматинской области построил сам себе государство. Ауылдық округ басшысымен кездесу мақсатында әкімдікке соққан едік. Жергілікті тұрғындардың айтуынша әкім орнында, есік алдында көлігі тұр. Бірақ ішке кіре алмадық. Өкінішке орай, жүйкесі жұқарған әкіммен кездесу мүмкін болмады. Негізі бүгін бұқадым. Иә. Мен жұмыс қылып. Астында жазылып тұр, күнделікті жұмыс күні деп жексенбі. Қараш астында не жазылып тұр? Құжаттары дұрыс болсын. Дұрыс болмаса, құжаттары да дұрыс болмаса да сіз құжатыңыз дұрыс емес деп сіз қағазды жүргізесіз. Ауызша айтуға керек емес ешкім. Ауызша айтуға құқыңыз жоқ. Тек қана жазбаша жауап бересіз. Ол жерде көрсетуіңіз керек. Қандай заңның негізінде мен сізге ескертіп жатырмын. Кезіндегі егін алқабы осы күнде кішігірім ауыл. Аты бар, заты жоқ. Ауылдық мәртебесі жоқ Ащыбұлақта бірнеше саяжай бар. Мұндағы халық та кооператив басшылардың аузына қарап отыр. Жолға, газға және электр жарығына айына бірнеше рет ақша жинайды. Бірақ соның біріне дұрыс жарымай отыр. Кооперативтің мардымсыз жұмысынан шаршаған саяжайлардың бірі Жомарт. Шағым жазып, арызданбаған жері жоқ. Еститін үкіметтің құлағына жететін емес. Жұрттың мұң-мұқтажын көтеріп, әлеуметтік желі арқылы шулап жүрген бір ғана ұйым бар. Алаш ұлттық патриоттық партиясы арнайы заңға жетті дейді. Заңды алып тастау керек, саяжай болмау керек екен. Кооперативтік осы неше түрлер болмайтындай қылдырып істейтін болсақ, заңмен оны жасауға болады. Қандай біз нәтижеге келеміз? Біріншіден, жаңа біз айтып отырған халқымыздың саны осы жерде ауада ілініп тұрған Қазақстан бойынша жоқ дегенде 1 миллионнан топ береміз. 1-20 миллионнан бір шығамыз. Екіншісі, ұлттық қауіпсіздікке
осы бізде қазір алып тұрған діни ағымдар не жағынан бой. Осы жерде полиция қызметкерлері күштері көбейеді, осы жерде дұрыс жұмыс жасауға, кәдімгі заңды түрде жұмыс жасауға болатыны. Үшіншіде, мына саяжайлардың ішінде светке, жолға, заңсыз ақшаны бәрін жинау деген доғарылады. Ертең осы салықтың бәрін халық үкіметке төлейтін болады. 2016 жылы қазақ елінде парламент даулы бір заңды талқылай бастады. Шенділер азаматтарды тіркеуге алу институтын енгізбек. Үкімет өзінің дәлелді дәйектерін келтірді. Требование регистрации по месту жительства является общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также всегда был предусмотрен законодательством. Это положение о паспортной системе в Республике Казахстан. Тұрғындар тұрғылықты жері бойынша тіркелетін болса, қылмыс деңгейі төмендеп, халық саны белгілі болады және мемлекет қай жерге қандай әлеуметтік нысандар салу керектігін біледі деді. Белсенділер болса 50 ел азаматтарын визасыз кіргізгенде өз азаматтарымызды қағазға байлау күлкілі дегенді айтты. Қалай болғанмен 2016 жылдың 22 желтоқсанында билік дегеніне жетті. Қораға байланған малдай осы күнде бәріміз тұрғылықты жер бойынша тіркеліп жүрміз. Бірақ билік уәдесінде тұрмады. Халық санына сай әр ауданға мектеп, аурухана салынғанын көрмедік. Қылмыс деңгейінің де төмендегені байқалмайды. Экстремизм мен терроризмді тежейді деген заң қарапайым азаматтардың ғана аяғынан шалып отыр. Тіркеу айтпақшы саяжайларға жетпеді. Жеткеннің өзінде жергілікті билік саяжай тұрғындарының санын бірнеше есеге кем көрсетіп жүр. Алаштықтар болса кеңестік саяжай түсінігін жою керек дегенді айтады. Мына жоғарыда отырған биліктің егерде милары жетпейтін болса, Алаш партиясын шақырыңыз бізді, бірге қасымызда отырып тұрып, бірге соның бәрін жазамыз. Біз 3 жылдан асып кетті, осы мәселені көтеріп жүргенге ешқай жеріміз шаршаған жоқ. Құдайға шүкір, Алла жазса әрмен қарай көтере береміз. Осының түбіне жеткенше дейін осы мәселеден біз ауытпаймыз, осымен жүреміз. Шынымен, саяжай институты біздің елге не үшін керек? Кооператив төрағалары мен жергілікті атқару органдарының қалтасын қалыңдатқаннан басқа не пайда? Неге саяжай тұрғындары электр энергиясын қымбатқа алуы керек? Неге жол, қоғамдық көлік жоқ? Неге полиция мен жедел жәрдем келмейді? Мұндай көшелерге өрт сөндірушілер де кіре алмай әуреге түседі. 2019 жылы 5 періште осындай лашық үйлерде өртеніп кетті емес пе? Ол қайғылы оқиға басқа қалада емес, бас қала Елордада болды. Ауыл мәртебесі берілсе, полиция бөлімшелері ашылып, мектептер салынады. Халық саны белгілі болып, бюджет қаражаты нақты жұмсалар ма еді? Бірақ айғайдан. Біздің шенділер онда да ақша жымқырудың жолын табар еді. Есік алдында 21 ғасыр өркениетті елдерде мемлекет емес, кәсіпкерлер ғарышты бағындыра бастады. Мұхиттың түбіне түсіп, айға колония соғамыз деп жатыр. Ал біз кеңестік құлдық санадан арыла алмай, әлі күнге дачада күн көріп жүрміз. Қанды оқиға, халық ашуы, кез келген мемлекет үшін дабыл. 2006 жылғы шаңырақ оқиғасы өркениетті елдерде болса, олар одан сабақ алып, оның болашақта қайталанбауы үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын. Тек кеңестік жүйеге үйренген қазақ билігі мен кеңестік құлдық санадан арылмаған қазақ халқында олай емес. Бізде бәрі басқаша. Билік халыққа қарсы, заңға қайшы заңдар қабылдайды. Ал біз соған үн-түнсіз бағынамыз. Өйткені бұл қазақ стан қарағым. Сіз не ойлайсыз? Осы видеоның астында пікір қалдырыңыз, арнаның сілтемесін барынша тарата жүріңіз. Кеш жарық, ешкі сарғағайын.